Саламатсыңарбы, урматтуу жолдоштор. Мына биз кайрадан силер менен интернет каналында Сагынбай Оразбак варианты негизинде жазылган Манас эпосу жөнүндө сөз баштаардын алдында турабыз. Мен бул эпосту Сагынбай Оразбактын вариантынын негизинде жазган элем. 5 томдуу роман кылып. Муну жазганымдан максат мен ушул биздин балдарыбыз Манастай болуп, кыздарыбыз канекейдей болуп, мыкты уул кыздардан болсун деген ниетте жаздым. Себеби азыр өзүңөр көрүп жатасыңар, биздин балдарыбыз анча китепке кызыкпай, негизинен ушу интернетти карап, телевизорду карап, китеп окуганга анча ынтызар эмес. Техникага, щеткаларга берилип жатышат. Албетте мен балдарыбызды жаман, балдарыбыз тартипсиз, тарбиясыз дегенден алысмын. Себеби бул чоң муундагы адамдар жаш балдарды, өзүнөн кийинки муундарды, өзүнүн балдарын, неберелерине нааразы болгону күнүмүш эле көрүнүш ал. Мисалы биз деле мезгилинде ата энелерибиз бизден анча ыраазы болуп, бизден деле толгон токой кемчиликтерди таап жүрүшкөн. Мына биз болсо өзүбүздүн балдарыбызга, неберелерибизге биз дагы нааразычылык билдирип жатканыбыз эч ким үчүн сыр эмес. Балдарыбыз сайыс мезгилинде бир идеологияда тарбияланбай атат. Алар кой түрдү билбейт. Булар эгерде мамлекетибизге кыйынчылык түшүп калса, бир гана өзүн ойлоп, эл журтун ойлонбойт деп ушу кезге чейин сарсанаа болуп жүргөнүбүз деле жашырын суура эмес. Бирок Кудайга шүгүр, балдарыбыз андай эле жаман эмес экен, жакшы эле экен. Муну биздин эстер талкалангандан берки тарыхыбыз өзү күбө болуп жатат. Башканы коелу, ушу жакында эле биздин коңшулаш мамлекет биздин аймагыбызга 2 жолу кол салды. Ошондо биз нааразы болуп жүргөн жаш балдарыбыз согушка барышып, эли жерин коргоп, кандай эрликтер көрсөттү. Алар эсиңерде болсо керек, ушу телевизордон деле көрсөтүп жатты, мына интернет каналдардан деле көрдүк го. Баатырларча сүйлөшүп жатышты. Көздөрү оттой жанып, эл журт коркпогула, эч тынчсызданбагыла. Биз кашык каныбыз калганга чейин күрөшөбүз. Эл жерибиздин бир чарчы метрин душманга алдырбайбыз дешип сүйлөнүп жатышты го. Убадасында туруп, канчалаган эр азаматтарыбыз окко учушту, канчалагандары жарадар болду. Бирок өз элин, өз жерин коргоп калышты. Демек, алар деле Кудайга шүгүр, жакшы эле тартиппе, жакшы эле маанайда чоңоюп, өсүп жатышат экен. Буга биз Кудайга шүгүрдөп ыраазы болсок болот. Эми ойлойм, бул балдарыбызды патриоттук сезимде тарбиялап, аларды мындан да көбүрөөк эли журттун сүйгөнгө, ата мекенин коргогонго демин көтөрүш үчүн биздин идеологияны өтө күчөтүшүбүз керек. Муну биздин идеологиябыздын сайыс талкаланганда эле Манас эпосун, Манастын образын тутутуп, мамлекетибиз башында эле Манасты улуттук идеологияга айлантуу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошонун бери бул багытта аракеттер көрүлүп жатат. Муну мисал катары биздин
президентimiz Садыр Жапаров дагы бийликке келгенден кийин эле дагы 21 жылы бир жарты кабыл алса, быйыл дагы 22 жылдагы экинчи жарты кабыл алды. Манас эпосун өнүктүрүү, жайылтуу боюнча. Өзүңөр билесиңер, мындан бир жума мурда эле республика министрлер кабинети тарабынан Манасты өркүндөтүү боюнча атайын программа кабыл алынды. Ошонун алкагында буюрса иштер жүргүзүлүп, Манасыбыздын иштери, элдиктери өтө элдин калың катмарына жайылат деген үмүт бар. Ошолорго кол кабыш кылып, мен дагы мына 5 томдуу романды жазган элем. Эми ошондон силерге кайрадан мурдакы жолу токтогон жерибизден романды окуп берейин. Убакыт сааты жетип, баланын төрөлө турган мезгили келди. Чыйырдынын толгоосу бейшембидин түнүндө башталып, алтындан бакан коюлуп, ак боздон бээ союлду. Баланы дароо төрөй албай, үйүндө 6 күн, 7 түн толгоону тарткан чыйырдыга жардамга айылдын баары жыйылды. Жакып айлантып, бала төрөр бекен деп, жүрөгү дегдеп, байбишесинин жанынан алыс чыкпады. Чыйырды болсо ичиндеги баласы туйлап кетсе, эси ооп, көзү сүзүлүп, өзүнө келгенден кийин айгайын басып үн салат. Бул менин жанымды, башымды жеп, бай жакыпты жесир калтыраткан балабы? Эмнеге туулбайт деп кайрадан баканды кармап бакырганда, баарынын эши чыкты. Аялын кыйналып жаткан уккан жакыптын жээни кейип, көзүнөн эркистен жаш акты. Кудай сактап, аялым эсен аман төрөп алсын, ичинен жалына баштады бай. Бул бала качан туулат? Өзү да туулбай, аялымдын да башын жеп, мени азап кайгыга салбасын. 7-нчи күнү байбишең эми төрөйт дегенде, ушундай ойлорго санаасы санга бөлүнүп, сарсанаа болгон Жакып бакырып ыйлап жиберди. О, Кудай, көзүнүн жашы төгө жалбарды ал. Ушунча дүнүйөм болуп туруп, бир балага зар болдум. Эгерде бирөө эркек балалы болдум деп сүйүнчүлөсө, элге шылдың болуп, жыгылып, же талып калбайын. Эркек экендигин эстеп, Жакып көз жашын арчып, өзүн колго алды. Ээн жакка барып, бала туулгандыгы жөнүндө кабарды ошол жактан угайын деп чечкен бай, сүйүнчүгө 40 кара боз быштынан кыдырата байлатты. Мен талаага кеттим, туугандар, деди ал айылдаштарына. Эгерде кыздуу болсом, кыймылдабай үйдө кала бергиле. Эркек туулса, аныгын билип алып, кийин мени адырдан тапкыла. Ошондон кийин Жакып жолго чыгып, бир аз жүргөндөн кийин талаада жоргобоз айгыр үйрүн жолуктуруп, арасындагы кара жалдуу кула бee кайкалактап калганын байкады. Ой тобо, таң калды бай. Башка күн таппагансып, кула бee бүгүн кулун тууйбу? Атынан түшүп жылкысына көзүн салса, кула бee чындап тууй тургандай түрү бар. Эгерде бee эркек кулунду болсо, баламайынчылейин деп ниет кылды Жакып. Мындан кийин жоргобоз айгырды Камбарбоз деп атын өзгөртпөгөн. Бул мезгилде жылкынын баары чубашып, жылгага кирип, ат кулактуу шабырга асты барып токтоп, арты берки оттой баштады. Жакып кеткендин эртеси күнү чыйырдынын толгоосуна 7-8 күн болуп, жардамчы 12 аял чарчап түштү. Себеби бала эч туулбай койду. Бирок байбиченин өңүтүсүнө карап, мындайды да алай көргөн аялдар бул мезгилдин жакындап калганын сезишти. Кана эми катындар деп бек үн катты бакты өлөт. Бала туула тургандай болуп калды. Кудай өзү берсин байбишеге кубатты. Толгоосу башталганда бек тарткыла. Бакты өлөт сөзүн айтып бүткөнчө толгоосу келген чыйырды жан ала калбай кыйкырды. Катындар, кырылдады ал. Даярданып тургула. Балам туулуп жатканга окшойт. Ошондо баланын үнү бар этип, өзү жерге түшүп, жерде туйлап, бар деп уйлай баштады. Ага кошулуп,
Чиирди да айлаганда қатындар чұрыңдашып, баланың жанына топтолып қалышты. Еркек бекен, қыз бекен, маға қачан айтасыңар? Деп байбиче жашын тыйбай, көшіп көзі илинди. Баланы қараған аялға баланың чөчөгі чоройып, еркектігі білінді. Еркек, еркек деп алқиқырғанда чиирдесінен таңғандай болды. Енекесіне емне болды деп аялдардың бары чөчіді. Марту басып кетті оқшайды. Бірақ чиирді өзіне келіп, төшектен қайта башын көтеріп, ұзын бойлы қара торы толмыш Қанымжанға қайрылды. Қатындар, алсы сөйледі ентіге байбиче. Аңтаңдабай, баланы жерден тез алғылар. Ақбалтаның зайыбы, баланың кендеген өзің кес. Қанымжан баланың жанына келіп, анын екі қолына қанмық шишкенін көрді. Чиирден аман есен көз жарып алғанына қуанған Қанымжан кендеген кесіп, орамол қорап жатса, бала 10 қолын 15-тегі боз ұланның күшіменен суырып алды. Татай көтек, қолын суырып кетті. 40-тағы кішіде бұтын тартып өтті, деп аябай таңғалды Қанымжан. Қарап тұрмай баланы қармаш қыла, қатындар. Қайда болған сөз айтып жатасың, Қанымжан. Наразы болды Бақтөйлет. Қармауға қарын келбесі, ары тұршы. Бақтөйлет бақырып жатқан баланы жерден алса, салмағы 9 жастағы баланыкында екен. Баладан көзі қатқан тоқолаға қарабай, баланы жіттап, өп алып, анын оң алақанын ашып, Манас деген жазуын көрді. Құдайым шындап берген Турбай ғой, аябай қуанды Бақтөйлет. Біз көптен бері еңсеп күткен Манас туылып тұр. Ал озантымаққа емчегін салса, бала өзегін бір сортыле жанып шығып кетейін деді. Ошонда сандықтан 3 қарын май алып, уызына салғанда, баланы ашпышында жалмап салды. Кейін Бақтөйлет байбишеге баланы емізу үшін ұзатты. Чиирді балаға дегенде балқып күйіп тұрған 10 емчегін берді. Бала емчек сырғонды, оболы сүт, кейін су, үшіншісінде қан шықты. Буырғанына чыдай албай, чиирді баланың оғызынан емчегін суырып алды. Бала болбосың қояға ал, баласы разы болды, жаны орыған байбиче. Ушундай батыр балбан баланы берген Алла Таалага разымын. Силерге да қатындар разымын. Балама 8 бие сойып, жентек берем. Бирин қалбай, қадырлы қонақ болып кеткілер. Азынча атап қойғандырымды алып, разы болып, жентекке кечікпестен келгілер. Манастың туылғандықтан кейін айылдағылардың бары дүрбөшіп сүйінші алу үшін жапатырмақ жақыпты тоу адырдан іздеп жүрішті. Күйемалармен шоғылсы керек деп ойлаған Қанымжан Шердінің білектерін алып, жай барақат үйіне келді. Үйге келіп, үтірей олтырған Ақбалтаны көріп, алып чөчіп кетті. Ой, абышқам, емне үйде отырасың? Же дүйнеден тойдың бұл? Емне кел қатары жақыпты сүйіншіге байлаған 40 жылқысын бірін алғанға ұмтылбай, сетірей үйден шықпайсың. Қылжыры қайнау ачулығына сұрады Қанымжан. Ақбалта аялын ақырая қарады. Ей, қара жолтай қатын, сенің ақылың бар бі? Деді ал. Сүйінші алы ауыз деп, ечақ чағып кеттің, үшінші елден маға біріне сашмақ білі. Сен де қуанышқа артықмандан кейін дары жақыпқа чапсаң, білдерің кеміп кетет білі, деп оғы өтірап сөз келді Қанымжан. Қатын, аялын ачуланғанын көргенде жалтақтай бастады Ақбалта. Айылда қанша адам жашап, Жақыпқа қорылыш қанша қошына бар. Мен орнымдан қозғалғанша, алардың қараны да көрінбей қалды. Анын үстіне атқа минерге дарманым жоқ. Қарасаң мұның жаламды Қанымжан. Дегі шықты осы көп бұл жалқы оның. Балды, сөйлебе, сілкінді ачулы Ақбалта. Қиратта тұрғансып, қанша күнден бері чиырдыға қараласып келіп, қана сенің алғандарың. Мына, екелешек, бір чапан олжық алдым деп, Қанымжан алып келгендерін күйесінің алдына таштап қойғанда Ақбалтаның оғы жап болды. Қош абышқам, Жақыпты іздеген емі барасың бе? Демікте сұрады Ақбалтадан Қанымжан. Көкшілік атты менен еңішке қантып барамын. Жалы оры қарады байбишесін Ақбалта. Еліріп кеткен Жақыпты елдің ешкіміз таппайлықсын, қантыбаны табамын. Еш нәрсе емес.
айтқанынан қайтпады Қанымжан. Тапқандық емес, баққандық. Үлгіргендік емес, бұйырғандық. Бұлыт мініп ұтса да, ол жөні бұйырған алады. Бәлкім сен Көкшолақты мініп, Жақыпты тауып аларсың. Айласы құрыған Ақбалта аялдың сөздеріне арқасынан көнді. Мақұл, барса барайын. Аның үстіне үйде тажап кеттім деп, Ақбалта атын мініп, туғанын іздеп жөнеді. Бұл учырда Жақып айылға жақын көміске жерде қара суының шетінде баласы жөнінде хабар күтіп жатқан. Ал бұжымылдығындай құлабе бір ақсыр құлын туылды. Жақып құлының шырағын оңдап, шыпырып, тұмшығын сығып, телчітіп, енесіне ертітіп жүрді. Құдай бұйырса, еркек балалы болса, бұл құлындағы әншелеп берем деп, сүйіне отырған байдың татты ойларын көкшолақты мінген Ақбалта болды. Сүйінші, Жақыпты көре сал, алыста бақырды Ақбалта. Емне дейсің? Қуана сұрады бай. Арыстаным, сен қарығанда байбішең саға қабылан, жолдош тапты деп Ақбалта айғайды салғанда, Жақыптың сүйінгеннен көздерінен жашуын тала ақты. О, Құдай, жалбардал, мен шылдап бала көрдім бі. Бұл дүниеден баласыз мұқанған бойдан өтенді ойладым әлі. Баламның туылғанына сүйінбей, анын тұрарын тілейін сенден. О, жаратқан, сүйінішті қабардан қатты толқынданған Жақыптың несі болып қалды. Ақбалта жанына келіп қиқырып қимылдатса, Жақып былқ етпеді. Сүйінші қабарды айтам деп, инемден айырылып қалдым оқшайды, деп үрей ұшқан Ақбалта ақ қалпағын қолын алып, алыс емес аққан суға шыққады. Судан алып келіп, көденіне бүрткенде Жақып өзіне келіп, башын үйді көтерді. Ақбалта, шалым, алыс тіледі ал. Қуанғандан есім оп қалыпты. Сен қабарыңды қайталап айтшы. Мен айтпадым ба саға, байбішең еркек туды. Маға сүйіншіге не бересің? Бұл анық бі, шын бі, дағдылешен албар Жақып. Балам шындап, еркек бекен. Сен мұны өз көзіңменен көрдің бі, жайалдардан ұқтың бі? Байбішең мықты ол туды, қайталады қуанышты қабарын Ақбалта. Аның туғандағы батыраған үйінің мен үйімді олтыр ұқтым. Қаралашқан келіндер айтқандай, балаң байбішеңдің буырын балшықтай қармап шығып, орағонды 30-дағы кішідей күшті өшіреніп тұр. Бараны бала болса да мықты деп жазышады. Сүйінші дегенің жақсы кеп, жауап берді Жақып. Бірақ мен өлеңді жерге өрт қойған, өз жұртыма чу салшы өткір, жеткір балалы болған оқшайым. Балам баралына жеткенде бұл кейпінде малымды суда шашат қой. Баса айтқандай, жақсы түсінбей қалдым сөздеріңді. Балам емне, енесінің буырын алып бі? Тегі байбішеме сен аман бі? Сен қандай немесің? Жақыптың сөздерін Ақбалта наябай шүш келді. Балам жоқ, қарам жоқ деп майышып, қайышып, боздап жүрдің әлі. Еми жаңы олаға жеткенде андан малыңды артып көріп жатасың. Сен жеткен сараң тұрбайсың ба? Малыңды сақтайын деп жүріп, имансыз өліп қалмағын. Қой, маға берегің болса, бер. Бере албасаң, бергің келмес, ашығын айт. Мен уара ол құрбет болмай, үйге қайтайын. Қойдым Ақбалта, деп арсаңдап күлді Жақып. Сүйіншіге қамбар болдың үйірінен тандап тұрып тоғызды. Төден 4 төні, 4 түлік мадан 4 тоғыз ал. Қалғаным болса аялдардан қалпып, қыз балдардан, келіндерден қымтып кетіп ал. Үшіні бары сүйіншіңе жетебі, балта чал, қатқырып сұрады Ақбалтадан. Жетет, деп разы болған Ақбалтаға, Жақып қамбар болдың үйінен 9-ды қармап берді. Айталады нетелі, үйге барып, байбішенің баласын көреді деп, Ақбалта менен Жақып елтішіп, сақалдарын жайып қалтып, 2 жорғаны ерегісіде қатты ұшырап, айылына қайтып барышты. Үйге жетейін деп қалғанда, аңыртқа кеткен 40 кішалардың алдынан шығып, сүйіншілеп қиқырып, Жақыптың жолын торғап алышты. Болсын деп күлді ауышқа. Қай біліңді ұлғайын, барыңа жақынымсыңар, жартыңар жоқ. Ошондықтан сүйіншіңерге әрбіріңін өзіңген мінген атыңарды алғыла. Аттан құрық қалғандар, атыңарды Құдайға айтып қой.
Жақыптың сүйінші таратып жатқан үнін ұғып, айылдар аны тосып жүрішті. Бешік болсы бек, құндағың болсы құрт болсын, деп Жақып қуана үйге келді. Үйде Жақып ішік жамылып, жаққан оттай қамығып, баласын алып, шиырдыменен Бақтөөлет баштаған 2-3 аял бар екен. Бақтөөлет, қолына қайырылды Жақып. Байбиченің баласын алып келші бала. Бақтөөлет баланы алғанша шиырды өзі ұзынып, баланы Жақыпқа бере қойды. Бала деген ұшыл тұрбайбы деп Жақып батырап ұйлап жібергенде, чочып кеткен бала илай баштады. Жақып баласына тигіле қарап, аны өзінше сынай баштады. Баламды маңдайы жазы, башы қуышты байды. Ерді қалың, көзін күр. Ер бола тұрғандай түрі бар. Жолборт бойын жоғын біле, өрі құлақ, жолборт дөш. Башқалардан башқаша түрі бар екен баламды. Құдайым маға мұны құтқылған болса, балам өткенден алар өчімді, кеткенден алар кегімді деп қуанған Жақып баланы мейірімді бетінен өп, аны қайра шиырға берді. Мына құрматты жолдоштар, писілерменен бүгінгі көрсетілісті соңына шықтық. Емі қайрадан интернет каналда жолыққанша саламатты болу.